Қайырлы күн. Бүгін мен туылған күн келе жатқанда, или бүгін туған күн болып қалды. Мен оған открытка или видео қылып кішігірім бір 30 секундтық или жаңағыдай 1 минуттық ролик жібергім келіп тұр. Енді соны жасауды бір көрсетіп жіберейін. Ал кеттік. Мынау кәдімгі капкатпен жасаймыз. Капкатты Play Market'тен тартып аласыздар. Мінекей оның үстінен басқан кезде мынау плюс новый проект деген тұрады, соның үстінен басамыз. Енді бізге видео или фото деп тұр. Мен фотоны таңдаймын. Мына видео болса былай тұрады, фотоны бассақ мінекей. Енді мен фотодан суреттер таңдаймын. Кімнің туылған күні? Мысалы, галереяңызға кіргеннен кейін өзіңіз алдын ала дайындап қоясыз фотосын. Енді мысалы мен мына жерде бір қыздың суретін аламын. Мына қыздың суретін ала салайық. Добавить етеміз. Астында добавить деген тұр. Добавить етеміз. Мінекей. Енді осы қызды үстінен басамыз да былай қарай тартамыз. Сәл ұзақтау. Енді осыған назад астындағысы мынау разделить дегендер тұр ғой, назадқа басамыз да. Мына жерде наложение тұр астында. Көрдіңіздер ме? Мынау астында тұр ғой, мынау нелер. Қалай жасау керектерін. Оны жайлап кейін көрсете беремін. Мына наложениенің үстінен басасыз. Басқан кезде тағы да добавить наложение дейді. Потому что добавить ет дейді, үстінен суретті. Мен картинка істегім келіп жатыр, сыртынан гүлі бар. Мінекей, енді соны плюсикті басам, тағы да галереяма кірдім. Галереяда мен алдында тартып қойдым. Коллаж деген жаңағыдай Google'дан қалай тарту керек екенін оны көрсетемін. Мысалы, мінекей, мына бір ішінде картинкалардың сырты. Мынау ортасындасын таңдайық, екіншіні. Добавить. Мінекей. Міне мынау шықты. Енді мынаны мен размері тура келмейді ғой. Енді соның размерін мына жерден, жоқ, бұл жерден назадқа басамыз да. Қайттан наложениеге кіреміз. Жаңағы қайттан назадқа басамыз, кіреміз да, мына жерде мынаның үстінен басамыз жаңағы картинканың. И мына жерде не тұрады? Мінекей, изменить деген тұр. Астында көрдіңіздер ме мені? Изменить. Соны үстінен басасыз. Изменить үстін басқан екен, мынау сол жақтағы астында повернуть деген тұр. Повернутты басамыз. Мінекей, анау жылжып жатыр төбеде картинка. Мінекей, тағы да болмайды бұл. Мінекей. Енді осыны үлкейтем, қолыммен алам да, кәдімгідей былай созам. Мінекей. Міне. Осылай созып қойға болады. Әдемілеп қойып алайық. Осылай қойып алайық та. Қазір қызды да жылыштайын. Так, мынаны да созып қойын, мына қыздың астына тура келсін. Енді қызды жылыштан, мінекей, былай тұрсын. Осылай тұрсын. Енді осы жарайды. Енді мен мына жерде назадты қайттан басамыз да, музыкаға кіреміз. Мынау звук деген тұр ғой, мына астында. Көрдіңіздер ме? Екінші. Сол звукты басамын. И тағы да үстінен звуки деген үстінен тағы басамын. Міне. Бізге былай не шықты. Мына төбедегілерден де былай басып музыкасын қоса беруге болады. Бірақ мен мынау папка тұр ғой, файл. Соның үстінен басам. Мынау нотадан кейін файл. Соның үстіне басқан кезде маған мынандай не беріп тұр. Извлечь звук из видео дейді. Егер де сізде TikTok-тан келген бір музыка болса, или жаңағыдай өзіңізде бір музыка бар болса, жаңағы галереяда, сол суреттерді, соны басып шығаруыңызға да болады. Мен мысалы мақұл көрсетейін. Мінекей, извлечь звук из видео дегенді басқан кезде галереяға кірді. Галереяға кіргеннен кейін мынау, мысалы, мынау TikTok-тан, жаңағы WhatsApp-тан келген, соның үстінен басам да, импортировать только звук деген болады. Мен соның үстінен бастым.
И мынау нотаның қасында сол музыка шығып тұр қазір. Мінекей осындай звук шығып тұр. Соның мына плюсикті бассаңыз, астына уже шығады. Мінекей. Осындай звук шығады. Ал енді егерде ол керек жоқ болса, мына үстінен басасыз өлеңнің. Одан мынау нені удалить деген тұр ғой, корзина. Соның үстінен басқан кезде ол жоқ болып кетеді. Ал енді маған өзімнің музыкам сақталғаны керек. Сол үшін қайттан звукиді басам. Звукиді басамда, мынау қайттан жаңағы файлды басамын. Одан жаңағыдай устройство деген тұр. Соны бассам, менің өзім сақталған музыкаларым шығады. Мына ішінде. Мысалы, таңдайсыз, қандай музыка ұнайды сізге? Сәлем, достар. Қалайсыз? Мысалы, осы музыканы қойсақ. Осы музыканы қоямын да, маған алшақтары онша. Музыканы қысқартамыз. Мына жерден үстіне, музыканың үстіне басқанда мінекей ақ болып қалады ғой. Сол жерде мына астында разделить деген тұр. Разделитті басамыз. И ал жағындағы музыкалар маған керек жоқ. Соны басам. Және де корзинаны удалить деген тұр. Удалитті басам. И мынаның үстінен басып тұрам да, кәдімгі сүртіп, стеклоны сүрткен сияқты тартсам, өзі жылжып кетеді. И отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді осы музыканы маған жаңағыдай енді былай істесем болады. Мына қысқа шығарайын. Мінекей осы жерден үстіне бассаңыз, разделить деген тұр. Разделить. И өз қоршаулы тұр. Удалить деді басамыз. Мінекей жоқ. Музыканы да тура сөйтемін. Үстінен басамын. Разделитті басам астында. Мінекей. Енді мына жандағы, алдындағысын керек қой, енді артындағысын удалитті басамын. Сол кезде мінекей ары қарай енді маған туған күн. Туған күніңмен деген сияқты сондай сөз жазамыз. Мінекей назад астында қараңыздар. Назадты бассақ, мінекей текст деген тұр. Текстке басамын. А плюс деген шықты. Сол добавить текст деген. Соның үстінен басам. Мінекей. Енді жазам. Мысалы, бұл қыздың аты Айша дейік. Айша. Айша. Туылған күніңмен. Туылған күніңмен. Туылған күніңмен дейміз да, мінекей леп белгіні басамыз. Енді маған шрифт таңдау керек. Шрифтта да былай, ішінде әдемі жаңағыдай не тартып алуға болады. Оны да көрсетем. Мінекей импортировать шрифт деген өзім тартып алған бір нем бар. Соны басамын. Маған мынау Айшадан кейін былай пробел келесі неге мына туған күнді былай жіберсем әдемі болып тұр. Енді мен эффект дегенді таңдаймын. Енді стильде светін өзгертетін бар, оны емес, мен эффектті таңдаймын. Эффектті де былай осыған сәйкес келетін. Мысалы, мынаны бассам мынандай әдемі көрініп тұру керек маған. Жоқ. Келесіге шығамыз. Бұлай болса, бұл онша болмайды. Келесі, мысалы, бұлай. Или бұлай. Мынау енді розаларға тура келеді екен. Осыны сәл үлкейтеміз. Мына шетінде тұр ғой, үлкейтетін. Крестик өшіріп тастайды, астта жанындағысы үлкейтіп кішірейтетін. Мына үстінен басып жылжытуға болады. Осылай жазып қоясыз да, анимация деген бар. Мына жерде анимация деген, оны қимылдап тұрғанға. Қалай бірінші шығады, вывод, вот тұр, ең бірінші шыққаны, вывод соңғысында.
Оның бәрін кейін көрсетемін. Қазір үйренгенге осыны шұқылай берсеңіздер ары қарай үйрене бересіздер. Мінекей. Енді өлең қалай шыққанын ұнатасыз. Мысалы, су астында шығып тұрады. Мінекей. Мысалы, мен мынаны басып. Оның мінекей астына мынау тез шығатыны, жай шығатыны бар. Соның біреуін таңдайсыз, бүйтіп. Осылай бола ма деп. Иә, болады. Птичканы басамын, о жанында тұр ғой, жазудың жанында птичка, соны басамын. И бұны мына жерде ортада болып қалды. Мен оны үстінен, жазудың үстіне басамын да, созам. Мына шетін былай қарай созам. Мына шетін былай қарай мынамен бірдей қосам. Көрдіңіздер ме? Енді мінекей. Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді осылай кетеді өз музыкасы. Мінекей. Мына жерде міне капкуттың несі бізге керек жоқ. Концовка деген. Оны үстінен бассаң, удалить басып жіберсеңіз, ол өшеді. Енді осы жерде бізде бір не ұзақ болып тұр. Қазір музыка, мына жерде наложениеміз ұзақ болып тұр. Так, наложениені басамыз. Наложение, мінекей. Мына картинка ұзақ болып тұр екен. Картинканың үстінен басамыз. И оны да қысқартамыз. Жаңағыдай. Разделить басамыз. Разделить басқаннан кейін, мынау жандағы удалить басамыз. Мінекей. Енді аяқ жағы мынандай. Қранышыңға шықса бұл күнде. Мінекей. Мен мына екеуін бірдей қылып туралап қоямыз. Шыңға шықса бұл күнде. Енді бұл жерде жаңағы суретті ұзартсаңыз болады. Жаңағы астындағы екеуін бірдей жылжытып. Мына жерде мен әшейін қысқа 10 секунд қылып шығардым. Енді өздеріңізге байланысты ол ұзақ қылсаңыз да, басқа қылсаңыз да. Маған осындай жіберген. Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Жазу ары қарай жаза берсеңіздер де болады. Егер жазудан кейін, мысалы, жазу тексті басқан кезде қайттан жазу шығады ғой. Мысалы, бұны мына жерден бүйтіп қайттан орнына қойып, ары қарай тілекті жазсаңыздар болады. Тағы да А плюсты басасыздар. Мінекей тағы шығады. Аман бол деп жаза салайын. Аман бол деп жазып қойайын. Мінекей птичканы жандағын бассақ, жанына жазу шығады. Соны ары қарай ұзарта бересіздер. Жаңағы сурет біткен кезде бітеді ода. Мінекей. Мен үшін енді міне бағың берді жер. Сол үшін аман бол деген сәл үлкейтеміз да. Осылай. Оғанда анимация қосам десеңіз, кәдімгі нені бассаңыз, анимацияны басасыз. Ең соңындағы жазылып. Мінекей осы. Мынаны аламыз да, сәл ұзақтау қоямыз. Бағың берді жем. Одан кейін. Енді міне бағың берді жемісін. Болды. Ал енді маған ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Сұрақ болса айтыңыздар, мен жауап беремін. Жақсы. Аман болыңыздар. Енді біз бұнау төбесіндегі 1080 деген тұр. Соны үстінен бассақ, мынау видеомыз анық болсын десек, мынаны былай жылжытамыз. Енді ары қарай загрузка жасаймыз. Мынау тұр ғой стрелка, загрузка ететін жоғары жақта, көктің қасында. Соны 1080 деген қасында. Соны басамыз жоғарыда. Ал енді бұл тартылады. Мен осы тез-тез тартылсын деп 10 секунд қылдым. Әйтпесем ол біраз тартылып уақыт алады. Енді галереяға шығамыз. Галереяға шығып көреміз. Суретіміз келді ме, келмеді ме? Мінекей. Міне, дайын болды. Отқа түстің, суға түстің мен үшін. Енді міне бағың берді жемісін. Бала қыраны шыңға шықса. Болды. Ал
Енді келесі роликте кездескенше жақсы.